Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен табанға массаж істеуді көрсетемін. Табанға не үшін массаж істейміз? Табаны, бұл кісінің табаны постоянно мұздай жүреді. Постоянно мұздай жүреді. Не үшін мұздай жүреді? Циркуляция жақсы жүрмегеннен кейін. Сосын мына табанның астында кейбір неврологический точкалар бар. Сол точкаларды қазір көреміз. Табанның асты постоянно терлейді и мұздай жүреді. Кейін мынандай мозольдар басады. Мына көріп мына мозольді. Көбінесе бұндай мозоль білесіздер ғой, қандай жатып қалған адамдарда болады. Көбінесе полияда жұмыс істейтінде болады. Бұл кісі полияда да жұмыс істемейді. Бұл кәдімгі кішкентай ғана студент қызда негізі аяғын көріп таң қалып отырмын өзім. Аяғым мұздайды деп келді. Кейін көбінесе аяқ мұздағаны жүрек ауруымен де тура келеді, бірақ бұл клиентіміз жас, онда жүрек ауру, ондай дейтін жоқ. Кәдімгі былайынша нелері, тәбеті жақсы, ондай жүрек ауруы, ондай нелері жоқ. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Обязательно аяқ массаж істеп жатқан кезде вазелинмен істеу керек. Табанда, то есть аяқ деп табанда именно вазелинмен істеуіміз керек. Міне вазелин кәдімгідей. Сонымен міне аламыз, жағып қоямыз. Аяғы да өз золушкалардың аяғы сияқты. Кішкентай ғана 36 размерге келеді екен. Аяқ не үшін мұздайды? Аяқ қан жүрмегеннен кейін, тағы бір рет айтамын. Қан жақсы жүрмегеннен кейін. Бұл кісі негізі көп жүрем дейді. Мозоль болып қалғаннан көріп тұрмыз, көп жүретін. Тура осылай. Аяқ түзілістері негізі жақсы емес қой. Мысалға бір аяқ киім киетті, бір айға жеткізбестен бачтын шығарады. Көресіздер ме? Бүйтіп кигенде тегіс емес. И мына аяқты қараймыз. Ішіне қарап басады ғой аяқты бар ғой. Бір маймақ сияқты қылып па. Ондай емес па? Так. Тура осындай. Кәдімгі осылай жылтырау керек. Қараңыздар. Уже қазір мен массаж істеп жатырмын, терлеп жатыр. И кейін аяқ не үшін мұздайды? Тағы бір себебін айтып өтейін. Аяқ қаназықтан мұздайды. Енді қараңыздар, точканы айтайын мен сіздерге. Именно мен сіздерге точкасын көрсетемін деп. Спичка алдым. Енді сол спичкамен қараңыздар, табанның астында 1, 2, 3, 4 саусақ. Сол саусақтың астында міне 2 саусақ. Тур соның ортасын басамыз. Кәдімгі қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Міне ізі түсіп қалу керек. Көресіздер ме? Тура осылай. 1, 2, 3, 4, 5. Точно істеу керек. Табанның астын істегеннен кейін. Қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тура түсіп кету керек. Көресіздер ғой? Міне спичканың іздері кәдімгі көрініп жатыр, я? Аяғын шамалы. Міне. Тура осылай түсіп келу керек. Тағы да. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Даже мені спичканың астында қатты терлегеннен. Тура осылай істейміз. Көбінесе бұл қыздың менімше, мен ойлап отырмын, бұл жас студент қыз болғаннан кейін, негізі, жас студент қыз болғаннан кейін, қаназықтан солай болатыр негізі. 1, міне. Кәдімгі мұны қызару керек. Басам кәдімгі тырнақпен басу керек. Кәдімгі қызарып отыр, е? Соны кәдімгі
тартып жібереміз. Енді мына қараң. Екіншісі 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 қызарды, иә? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Міне, кәдімгі қып-қызыл болып келді. Енді мынау, қараңыздар, кәдімгі жаңағыдан вазелиннің несі. Енді екінші аяқ. Тура осылай істейміз, екінші аяқты да. Қараңыздар, иә? Жаңағы көрсеткенімдей, міне. Жаңағы көрсеткенімдей, міне. Спичканың орындары тұр. 2, 3, 4, 5, 6. Тура солай қылып, бұғанда, тура солай қылып түсіру керек. Енді мынау астаны істеп болдық. Енді мынау үстіңгі точкаларын көрсетіп өтейін сіздерге. Аяқ мұздаған кезде, қатты мұздаған кезде, міне, бас саусақпен екінші саусақтың несін, аяқтың кәдімгі бүйтіп бастыру керек. 5 минут, 10 минут баса беріңіздер. Кәдімгі қан жүргенде бар ғой, страшный, аяқ қызыйды. Міне. Аяқ қызып жатыр ма? Уже бастап жатыр ма аяқ қызуды? Иә, қызып жатыр. Так, міне. Тура осылай саусақтардың үстін. 10 минут, болды 10 минут. 10 минут ұстап тұру керек. Почный массаж деген тура осындай болады. Мынау да 10 минут. Тура солай, екі аяқты да. Енді екеуінде тура сондай точный массаждар істеп болды. Қараңыздар, кәдімгі спичканың астына яп тұр, аяғын көтер, көрсет, міне. Міне, кәдімгі міне. 1, 2, 3, 4, 5. Міне, мынада да. 1, 2, 3, 4. Аяғын бұлай қойсам болмай ма, бүйтіп? Міне. Дәл осылай міне. Көрініп тұр, иә? Көрініп тұр ма кәдімгідей? Міне. Тура осы точкамен. Енді бұған тағы бір істейтініміз кәдімгі үй жағдайында үй мұздаған кезде, аяқ мұздаған кезінде істейтін массажымыз. Бұл ең кереметі несіні қазір сіздерге көрсетемін. Міне, дискрет. Дискретті аламыз кәдімгідей. Міне. Аламыз. Дәл осылай алып. Сосын дәл осылай қоямыз. Бұлайына қоямыз да. Бұлайына қойып кәдімгі. Кейін бұған лабробелис керек. Обязательно лабробелис. Бұның аяққа қандай пайдасы тиетінін білсеңіздер ғой. Міне. 1, 2, 3. Тура осылай жабысты, қараңыздар, міне. Кейін тура осының үстіне, гвоздика, қалампыр мұншақ бар ғой, қалампыр мұншақ. Содан үшеуін ғана. Міне, тура осылай дайындап алдық, екі аяққа да. Кәдімгі қыздар қолданатын дискрет, бұның ұяты жоқ ешқандай. Мынау жабыстырылатын жер бар ғой, міне, ешқандай түсіп та кетпейді лабробелис. Көріп ғой, міне, қараңыздар. Тура осылай не алдық. Кейін бізге гвоздика керек болады, қалампыр мұншақ. 3 несін алдық. Үшеуін аламыз да, сомен кәдімгі мына келіге салып майдалаймыз. Тура осы майдалап алған соң, сразым газ көрсетемін. Міне майдалап болдық біз мынаны. Кәдімгі майда болды. Тура осыны шашамыз. Бұл не істейді? Бұл кәдімгі аяқта шамалдау болса. Кәдімгі мынау істеп атқаным бар ғой, кәдімгі аяққа күш беретін коллаген. Тізе, буындар ауырайды ғой. Соларға өте керемет пайдасын береді. Аяқ не үшін жаңа айттым ғой. Тағы бір себебі, егер ревматизм болса, аяқта мұздайды, артрит болатын болса сөйтеді. Көрдіңіздер ғой,
тура осылай. Ушақ бас. Гвоздиканың ушақ басын. Бір керемет бір керемет қойыс. Мін, қараңыздар, кәдімгі. Енді тура мына аяқтың несен бастаймыз. Кәдімгі осылай қылып бастаймыз. 1, 2, 3 жайменен. Гвоздика төгіліп кетпеу үшін тез не қылдық. Кәдімгі осылай жабыстыру керек. Мына. Осылай жабыстырып. Тура осылай қылып, аяғына сразу носки кигізіп қою керек. Ләжі болса қалың носки. Мына тура осылай мына жабыстырғаннан кейін, мына өзі жабысып қалады кәдімгідей. Қалыңдау носки кию керек. Бұл тағы да айтайын, аяқ суықтағанға, аяқ кәдімгі мұздағанға, терлегенге өте керемет, бұл пайдасын зор береді. Мен жаңа точкасын аштым ғой. Әдейі мен сіздерге көрсеттім, точкасымен көрсетіп отырмын. Маған тіркеліп, подписаться етіңіздер. Өте қызықты ақпараттар көп. Байса қазағым байсын, достар. YouTube каналыма өтіп тіркеліп кетіңіздер. Мұны дәл осылай үстіп неғыластар, жасайсыздар. Бұны мен жаңа айтқанымдай тек қана кешке жасау керек. Кешке жасап, азанда шешпесеңіздер де, сол 2 сутка тұрса да болады бұл. 2 сутка тұрса да, мұны кәдімгі жаңа айтқанымдай қалампыр мұншағымыз аяққа, аяқ тамырларына кәдімгі күш береді. Күш береді. Полный мысалға аяқтар тез шаршаңғы болады ғой, соларға кәдімгі күш береді. Лабробилис аяқ суықтағанға, артрит, артриозға кәдімгі көмектеседі. Суықтағанды алады. Аяқ мұздағаны тап тиылады. Егер осы мен айтқан леченияны істесеңіздер, массаждан соң сразу осыны істесеңіздер, 1 апта істеңіздер, ешқандай аяқты суықтағанды қалмайды. Құдай қаласа аяқ суықтағандар кетеді. Артриоз, артрит, тағы қандай нелер. Например, аяқта мозольдер болады ғой, соның барлығы кетеді. Аяқ мұздағаннан вообще жойыласыз. Аяқ мұздаған вообще жойылып кетеді. Істеп көріңіздер. Ем болсын.